Жезқазғанда белгілі ғалым, Қазақстанның ғылым және білім беру саласының еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Тапанованың 70 жылдық мерейтойына арналған ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Ұлағат ұстаздың шәкірттері мен әріптестері қатысқан жиында сондай-ақ Сәулелі жылдар атты кітаптың тұсаукесері өтті. Ұлытау жұрты Сәуле Тапанованы жақсы білет, белгілі ұстаз кеңес дәуірінде Жезқазған университетіндегі қазақ филологиясы кафедрасының ашылуына мұрындық болған жандардың бірі. Ұстаздық еткен 50 жылға жуық уақытта өңірдегі жоғары білім беру ісін дамытуға және әлеуетті ғылыми ортаны қалыптастыруға айрықша еңбек сіңірді. Сол өзім өскен жерме, өнген жерме, мені сәуле қылған жерге келіп, алғашқы конференциямды осы Ұлытау өңірінде өткізіп жатырмын. Кешегі менің студенттерім бүгін керемет, бір облыстық, қалалық түрлі салаларда басшы болып жатыр екен. Өте жақсы қабылдады. Ұлағатты ұстаз биыл 70 жасқа толып отыр. Мерейтой қарсаңында Сәулелі жылдар кітабы жарық көрді. Конференцияда 3 тараудан тұратын туындының тұсаукесері өтті. Ғалым көп жылдан бері гендерлік саясат мәселесін қозғап келеді. Жаңа кітабына да әйелдің қоғамдағы рөлі арқау болған. Ол кісі қазақ ғылымындағы ерекше тұлғалардың бірі. Ұзақ жылдар бойы ғылымда табандылықпен еңбек етіп, қазақ әйелінің сон бейнесін ғылыми тілде кереметтей бейнелеп шықты. Ол кісінің жүздеген шәкірттері бүгінгі қазақ ғылымының ерекше мақтаныштары болып отыр. Ғылымды өркендетуге байланысты өзіндік өрнектері, өзіндік ізі бар. Сәуле Есенбековна осы кафедраның жұмыс істеуінің басында тұрған тұлға. Кейіннен кандидаттық диссертациясын қорғады. Одан кейін әйелдер образы көркем шығармадағы берілуіне байланысты докторлық диссертациясын қорғады. Өзінің діттеген мақсатына жеткен маман мұғалім. Сәуле Тапанова 70-ті алқымдаса да ұстаздық миссиясын тоқтатқан емес. Бүгінде елордадағы жоғарғы оқу орындарының бірінде болашақ журналистерге сабақ береді. Конференциядан соң жаңа кітабын жергілікті кітапханалар мен музей қорына табыс етті. Айзада Оразхан, Нұрлан Бақыт, Жібек жолы, Ұлытау.